Сенің жарнама жасағыш досың. Егер сенің ішің пысып жүрсе, ойнайтын адам таппасаң, браузерді ашып іздейтінде Discord скачать деп жазасыңдар. Іздеген соң бірінші тұрған discord.com деген сілтемесі бар скачать Discord дегенді басасыңдар. Скачать Discord деген жазу менде ағылшынша тұр. Компьютерлеріңе Discord приложенияны жазып аласыңдар. Скачать етіп жатқанда Discord аккаунтың жоқ болса, Discord аккаунт ашасыңдар. Discord аккаунт ашатын болсаңдар, пошталарыңды жазасыңдар. gmail.com немесе mail.ru екеуінің біреуі пошталарың болу керек. Поштаң бар болса, Discord аккаунтың ашылады. Атыңды жазасың, пароль қоясың, туған күнің, айың және жылыңды жазасың. Discord аккаунт ашқан соң маған дружба тастайсыңдар. Мен сендерге дружба жібере алмаймын. Себебі менде 1000 друзьядан асып кеткен. 2000-ға жақындап қалды. Discord заңында сенде 1000 друзьядан асса, ешкімге дружба жібере алмайсың. Дружбаларыңды қабылдаған соң, мен сендерге Discord серверімді жіберемін. Шақырту хабарламаны қабылдайсыңдар. Серверіме кірген соң, ережелерін танысып, және анкета толтырасыңдар.